Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен тандырда нан жабудың нақты жолдарын, яғни қай кезде от жағу керек, қай кезде шоғын ашу керек, әрбір қадамын, жолдарын көрсететін боламын. Арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Енді мінекей үлкен ыдысымызға мына жерде суды, сүтті араластырып барлығын құйдық. Сұйық май, дрожж, сода, мінекей тұзымызды салып араластырып, мінекей соңынан ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Тандыр нанның қамырын жұмсақ етіп илеуге болмайды. Кішкене нығыздау етіп, жақсылап июін қандырып тұрып, илеп аламыз. Енді дайын болған қамырымызды бетін жауып, көтерілгенше қалдыратын боламыз. Бетін жылы етіп орап қоямыз. Мінекей көтеріліп дайын болған ашыған қамырымызды енді бірнеше бөліктерге бөлеміз. Біз көз шамасында жасадық. Таразыға өлшеп нақты мөлшермен жасасаңыздар да болады. Бір тандыр нанға кемінде 11-12 нан сияды. Оған енді 3-4 нан, 5-6 нан жабуға болмайды. Бір жапқанда солай толтырып жабу қажет. Мінекей бізде осындай 11-12 нан шамасында шықты. Енді осыны дөңгелектеп, осылай пішінін келтіріп, осылай жасап алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей пішінін әдемілеп келтіріп алатын боламыз. Мінекей енді көріп тұрғандарыңыздай алдын ала барлық нанды осылай дайындап алатын боламыз. Дайындап бетін жауып қалдыратын боламыз. Енді тандырымызға от жағамыз. От жаққан кезде өзінің қара түтіні бөлінеді. Сол қара түтіннен толықтай өзі түсіп ағарғанша, мінекей тандырдың іші өзінің қалпына келіп әппақ болып ағарғанша отты жағатын боламыз. Және отты жағып болғаннан кейін мінекей осылай шоғын ортаға жинап аламыз. Енді тандырымыз дайын болды. Мінекей нанымызды да дайындап аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай тандырдың ішіне осындай темірді қойып қойғанбыз. Ол бірден қатты қызып кетпеу үшін солай темірді жауып қояды. Және жақсылап суды тандырдың ішіне шашып аламыз. Жақсылап. Біреулер енді тұз қосып шашып жатады. Біз жай ғана суды барлық жеріне жеткізіп шашып алдық. Енді мінекей дайындап әкеліп қойған нанымызды бір шетінен осылай қолымызға төңкеріп, міне жабыстыруға ыңғайлап, нанымыздың сол астыңғы бөлігін сулап тандырға жабыстыратын боламыз. Мінекей тандырымызға бір шетінен бастап жаймен ғана басып қалсаңыздар, мінекей жабысатын болады. Міне тағы да бір көрсетемін. Нанымыздың астыңғы бөлігін сулап, жаймен ғана осылай жабыстырып, үстінен кішкене бассақ болғаны. Мінекей осылай барлығын жабыстырып, мінекей тандырымызға нанымызды жайғастырып шықтық. Және міндетті түрде тандырдың аузын жауып отыру қажет. Енді осы уақытта, кішкене нанымыз көтерілген уақытта суымызды сеуіп дайындап аламыз. Суымызды сеуіп болған соң үстіндегі темірді, шоқтың үстіндегі темірін алып тастаймыз да, оны кішкене ғана ашатын боламыз. Барлығын ашып тастауға болмайды, ортасын кішкене ғана ашатын боламыз. Астыңғы бөлігі толықтай пісті, енді үстіңгі бөлігі пісетін болады. Мінекей енді осылай пісіп дайын болған уақытта бетіне суды жақсылап сеуіп тұрып, барлығына тиетіндей етіп суымызды шашып, мінекей нанымызды алатын боламыз. Негізінде әрбір қадам сайын нанды жабыстырып, шоғын ашқан сайын тандырдың аузын жауып отыру керек. Енді ол жері түспей қалған екен. Ал достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Келесі жолы кафе ресторандағыдай әдемі бабымен пісетін сорпаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.